Ассаламуғалейкум, құрметті тыңдармандар, оқырмандар. Біздің бизнес сауал деп аталатын жобамыздың келесі сұрақтар легіне жауап беруі басталды. Бізге бір сұрақ келген екен, Заңғар деген жігіттен сұрақ келген. Айтады, мен даму үшін дейді орын ауыстыру керекпін ба дейді. Яғни мен міндетті түрде үлкен бизнесмен атану үшін немесе бір қандай да бір жетістікке қол жеткізу үшін міндетті түрде қаланы ауыстыруым керекпін ба деген сұрақтар қойып жатыр. Енді әр адамның жағдайы әртүрлі. Былай қарап отырсаңыз, сіздің өмір сүріп жүрген қалаңыз қандай дәрежеде, қандай деңгейде екеніне байланысты болады. Мысалға, мен өзім Алматыға келуімнің бір себебі, мен неге Алматыны таңдадым? Өйткені Алматы әрбір қала өзінің өзінің ортасымен ерекшеленеді. Мысалға, Алматы қаласы бұл шығармашылық қала болып есептеледі. Шығармашылық қала деп отырғанымыз, қандай да бір шығармашылық істермен айналысатын болсаңыз, ол осы Алматы қаласында көптеген шығармашылық істерді жүзеге асыруға бір мүмкіндік ала алатын қала болып есептеледі. Ал егер сіз батыс өңіріне баратын болсаңыз, егер сіз жақсы мұнайшы болсаңыз, немесе өндірісші болсаңыз, өндіріс саласында дамығыңыз келетін болса, ол кезде сол мұнай саласында немесе тау саласында, металлургия саласында баруға болады. Сол сияқты әрбір елді қараңыз. Мысалға, Астана қаласына баратын болсаңыз, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына баратын болсаңыз, ол жерде құрылыстар өте көп дамыған. Сіз құрылысшы болсаңыз, немесе бір қымбат қызметтерді ұсына алатын болсаңыз, ол жердің сегменті өте жоғары класты болғаннан кейін, сол барған жеріңізге байланысты. Сондықтан да кез келген адам орын ауыстыру арқылы бір жетістікке жетеді деген ешқандай кепілдік жоқ, бірақ барған жеріңізге байланысты өзіңіздің бойыңыздағы мықты қабілетті дамытуға себеп болатын қала болу қажет. Ал басқа жағдайда өзіңіздің қабілетіңізбен кез келген жерде, яғни сіз бере алатын қызмет немесе сіз бере алатын өнім түрі сол халықтың, сіз тұрған жердегі халықтың сұранысына ие болатын болса, сол жерде қалып дамуға әбден болады. Енді екінші сұрақ Самат деген жігіттен келген екен. Дейді, біздер халыққа пайдалы видео түсірумен айналысамыз дейді. Айналысым келеді дейді. Бір видео түсіріп көрдік, бірақ қасымда жолдас балам бар, ол монтаж жасайды дейді. Енді қандай видео түсіргеніміз жақсы болады дейді, халыққа қажет дейді. Енді сіз айтып отырсыз, халыққа қажетті деп айтып отырғаннан кейін, қараңыз, халықтың бір проблемный, бір жанына батып жүрген үлкен тақырыптар болуы мүмкін. Сол тақырыптарда сіз өзіңізді қарауыңыз керек, өзіңіздің бойыңызда шынымен де сол халықтың проблемасын шеше алатындай контент бере аласыз ба? Сол контентті бере алатын болсаңыз, контент деп отырғанымыз сіздің аузыңыздан шығатын сөз немесе қолыңызбен істейтін ісіңіз бір адамның проблемасын шешуге қандай да бір инсайт беретін, немесе сол адамның алдыға жүруге бір пайдасы болатын тақырыптарды қозғау деп атайды. Сол тақырыптарды қозғай алатын болсаңыз, соған байланысты. Және олардың да әрқайсының целевой аудитория деп айтады. Мақсатты аудиториясы қандай болады? Мысалға, сіз балаларға арналып істейсіз ба? Адамдарда өте көп бөлінеді. Мысалға, қалжыңдарды жақсы көретін халық бар. Мұндай айтқанда, поэзияны қалайтын адамдар бар. Ғылым саласында қалайтын адамдар бар. Қаржы саласында деген сияқты, политика саласында, саясат саласында деген сияқты. Әрбір салада өзіңіздің сегментіңізді анықтап аласыз да, сол сегментке байланысты өнімді ұсынасыз. Ол біріншіден. Екіншіден, видео түсіру мақсат па, әлде табыс табу мақсат па? Бұл жерде мындай нәрсе бар. Қандай да бір бизнесте жетістікке жету үшін бірінші өзіңді жаса, содан кейін өніміңді жаса, содан кейін барып нарығыңды жаса деген нәрсе бар. Сондықтан сіз қандай да бір нарыққа жақсы бір мәліметті беру үшін бірінші өзіңізді жасауыңыз керек. Өзіңіз жасау деген сөз, өзіңізді позиционирование деген бар. Позиционирование бұл адам өзін таныту. Мысалға, сіз туралы айтқан кезде, сіздің атыңызды айтқан кезде, халық сізді сондай деп тану керек. Мысалға, Джеки Чан туралы айтатын болсақ, Джеки Чан комедиямен төбелесті, каратені біріктіріп, сол бір нәрсені халыққа көрсете білген адам. Сол
Енді екінші жағдайы позиционированиенің. Сіз өзіңізді атыңызды айтқан кезде, сіз туралы әңгіме қозғалған кезде, сіз қандай тұлғаңызбен, қандай жағыңызбен, қандай мықты қабілетіңізбен танылғансыз, соған байланысты. Мысалға, өте үлкен мына вайндарды түсіретін адамдар, олар кезінде КВНді ойнаған, олардың бойында сондай қатты қабілеттері бар, күлдіре алатын. Сол жағынан олар өздерін танытқан және сол жағына байланысты өздерінің өнімдерін жасап жатыр қазір. Сол бірінші өздерін жасады, сосын барып өнімдерін сол арқылы өткізіп жатыр. Содан кейін барып нарығын жаса дейді, соған байланысты өзіңнің нарығыңды тауып аласыз. Енді бизнес мақсат дейді. Сол кісінің сұрағы, екінші сұрағы, бизнесті жасауда бір қандай да бір мақсат, концепция бола ма дейді. Әрине, бизнес деп отырғанымыз ол стратегия негізінде. Адам бір бизнесті жасау үшін алдын ала стратегия болу керек. Адамның екі точка бар, бір А точкасы және Б точкасы деген. Б точкасы дегеніміз ол сіздің жеткіңіз келген жер, А точкасы дегеніміз ол сіздің қазіргі тұрған уақытыңыз.